Assalamualaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздер менен көп ағзаларды көбейтушілерге ажырату, яғни көп ағзалар многочленлер. Яғни көбейтіп скобкадан шығарып, и скобкаларды группалап үйренеміз. Демек, ең апай мысалдардан бастаймыз бұл тема сіздерге. mx плюс my-ден біздер скоб шығар десе, скобкадан шығарудың мазмұны екеуінде бірдей не болады? Сан болады, яғни әріп боламыз, соны скобкадан шығаруымыз керек. Бұл жерде екеуінде де m бар, дұрыс па? m-ді скобкадан шығарсам, сол скобкадан шығарған санға бөлемен. Көп адам түсінеді да, m кетіп қалды, x қалды деп ойлайды. Онда емес, m-ға бөлсең, x қалады. Бұна m-ға бөлсең, y қалады. Дұрыс па? Егер дым түсінбесе, жауабыңызды, яғни сомнениеңіз пайда болса, гуманыңыз пайда болса, көйт шығасыз міне. Сол зат кеп шығу керек. Мысал үшін екінші примерде 24x плюс 24 екеуінде де не бар? 24 бар. X қалады, надан 24-тің өзінен өзі шығып кетсе, орнында обязательно не қалу керек? 1 қалу керек. Енді сіздерге сора, тыныш отырын. Рахат айтады, 35x пен 50y-де не бар екеуінде де? Тыныш отырамыз. Ұлығбек айтады. Мысалы, Рахат 35 бар деп айтқысы келіп тұр, бірден айта алмай жатыр да, 35 бар десе, 35 болу үшін екеуінде де 35-ке не қылу керек деген сөз бөліну керек. Ал не үшін Ұлығбек 5 бар деп жатыр, 5, мынау неше көбейту неше? 5 көбейту 7, ал мынау 5 көбейту 10, екеуінде де 5 бар деген сөз. 5-ті скобканың сыртына шығарып жіберетін болсам, бұда 35-тен 5 кетсе 30 қалды деп ойлайды біреулер. 30 емес, 35-ті 5-ке бөлесіз, неше қалады? 7, x бар. И бұдан 5-ке бөліп жіберсек 10 y. Түсінікті ма? Түсінбеген жерді сұрап отырамыз. Минус kx минус 5k. Екеуінде де не бар? K бар. И құлақларыңыз алтын сырға 2 минуста минус 2 минус боламызса сыртқа минус k-ны шығар. Егер скобканың сыртына 2 минуста минус сыртқа шығып кетсе, ішінен бәрі неге айланады? Абсолют плюсқа айланады. Демек, k кетсе x қалады, уже қорықпай плюс дей береміз. Себебі неге? Мұғалім айтты. 2 минуста минус сыртқа шығып кетсе, іштен бәрі плюс. K кетсе не қалады? 5. Жоқ, но. Ал минус kx плюс 7k болады, мысал не қыламыз? Мысал деп ойланады да көп адам. K-ны шығарады, сөйт минус x бір зат қылып жүреді. Сондықтан оны өйтіп басындық қинай берме. Біздерде кеше өтті, кешегі темада. Бірінші минус кенен плюс болса не қыламыз дедік? Орын алмастырамыз. Яғни 7k-ны бірінші жазамыз, минус kx. Бола ма? Орын алмастырдық. Енді шығара беріп қиын емес. K бар екеуінде де 7 шығып кетеді, минус x. Түсінікті ма? Қайыр түсініксіз. Просто ертең сіздерге есап берген кезде, осындай есапларды беремен, минус пен плюс болса орын алмастыруды, и минус минуста минус кетсе, іште плюс болуды білуіміз керек. Незат, Али? Екеуінде де K бар емес пен? Екеуінде де 7 бар ма? Екеуінде де не бар ұқсас? Ойын не? Оны неге K шығады екен? Так, давам етеміз. 18xy плюс 24dy. Екеуінде де не бар, Али? Болды, Али дедім. Мен Али болып кетті. Али дедім мен. Не бар, Али? Y бар. Тұрыс. Бірінші тұрыс. Теманы түсініп атқадым. Екінші қинаймыз енді оны. 18-24-те не бар, Али? Естіп қойған екен, жаңағы. Неше бар екен? 6. Яғни қара 18 деген 6 көбейту 3. Ал 24 деген 6 көбейту 4. Мысал біреулер 2 бар дейді. 2 барам дұрыс. Бірақ 2 болса қайттан скоб шығарыңызға тура келеді да. Крупный 6 бар да. 6-ны шығарсам 6 y шығараман. 6 кетсе неше қалады? 6 кетсе 12 емес, 6-ға бөл деген сөз. 6-ға бөлсем 3x бар. И плюс 6-ға бөлсем 4d бар. Түсіндік па, Али? Дальше продолжаем. Али не бар екеуінде де? Тыныш отырамыз. X. X шыққо. Тыныш. Али не бар? 4 бар. Аха. Және не бар? Главный көрініп тұрған зат көрініп тұрды ғой. Мама дегенде келеді. Не бар? M бар. Қараң, құлақларыңыз қалсын сырға. Екеуінде де M бар, бірақ M-нің кішкентай дәрежесі скобкадан шығарамыз. M-нің кішкентай дәрежесі кім о? M квадрат. И 40 пен 24-те көбейту шала болғаннан кейін резко айта алмайсың, Али. Неше бар? 8 бар. 4 бар. 4-те үлкенлеу 8 бар. 8 шығып кетсе 8-ге бөлсең неше? 3. 2 шығып кетсе 2 қалады. Плюс 8-ге бөлсең 5. M квадрат шығып кетті болды. Және 1 деп қоймаң. Мақұл ма? Түсіндік па Айзада? Так, Руслан түсіндің ба? Болады яқшы. Демек, Руслан не бар мынаның бәрінде? Тыныш отырамыз. D бар дұрыс. Бірақ D-ның қайсы дәрежесін шығарамыз, қайсы степен шығарамыз? Ең кішкентай дұрыс. Қайсысы ең кішкентай?
d куб. Енді саннан 24, 40, 32-де неше бар? 8 бар. Ол көбейту нормаль екен ғой сен. 8 шығып кетсе неше қалады? 3. И d не қалады? Үшеу қалады. Алтаудан үшеу кетті. 5-еу ендігіде қалады. Так, 40-тан 8 кетсе неше қалады? 5. Көбейту d-ның нешеу қалады? Руслан деп аттым мен. d біреу қалады. Үшеу кетсе біреу қалады ғой. И 32-де не қалады? 4 қалады. Түсіндік па? d куб кетіп қалды сыртқа. Түсінбейлі сұрап отырамыз. И ақырғы мысал 8 надай бла надай болса, бәрінде не бар, Фируза? Так, я? Б бар и А-да бар. Дұрыс па? Б-да амесінде А бар, қараң. Бірақ аның қайсы степен шығады сыртқа? Кішкентай аның квадраты. Кейін Б-да бар дұрыс міне бәрінде. Б-ның квадрат. И санам бар. 8, 12, 16-да неше бар? Біреу 8 дейді резкі. Бірақ 8, 12-де жоқ қой. Неше бар? 4 бар. 4-ті шығарсам 4-ке бөлеме неше қалады? 2. Аның 4-нен аның 2-сі қалады. Бұның кубынан квадрат кетті. Біреу қалады. Кейін неде знак? Минус болса минус. 4 кетсе 3. Аның 2 кетті. Бұның 2 кетсе бұның 2. Кейін плюс 4-тен 4 кетсе 4, аның кубынан 2 кетсе біреу, бұл кетіп қалды, бұл жоқ болса сөрді. Түсіндіңіз ба? Сұрау Бекзат. Түсіндік па Бексұлтан? Давам етеміз. Енді бұнау группалау деп айтылады. Мектеп тілінде группалау болғанда біздердің тілде жиклеу. Жиклеу болғанда мінеді ағза әріплерді шығарғанымызақ, әнеді скопысымен қос шығарып жібереміз. Қарап тұрсақ, ең апойын примерден бастаймыз. Екеуінде де n-m деген скоп бар. Дұрыс па? Сол скопканы группалаймын, яғни жиклеймен, n-mді шығараман, екеуінен. Ортада тыңлап алың. Ортада көбейту, екінші скопка жазылады, екінші скопкада не үшін қызмет, нені қызметін атқарады десе, әрбір скопкада қалған ағзалар жазылу үшін. Яғни бұдан n-m кетсе не қалады? S, мынада не қалады? -y. Орта обязательно көбейту. Түсініңіз ба? Бұлар қатты керек болады есап шығарған. Мысал үшін, мына екеуінде не бар? Демир не бар? Демир сөйлейді. n-m бар. Кейін не қыламыз Демир? Орта көбейту, екінші скобкаға қалған зат жазылады. Біріншісінде не қалады? S түсінбесең деп сызыпсе. Екіншісінде не қалады өзі кетсе? Орнында мінер минус 1. Түсіндік па? Так, екеуінде не бар? Кім? Азамат? X минус Y. X. Онда емес. X просто. И екінші скобка А квадрат қалады бұдан плюс Б квадрат. Түсіндік па? Али, давам етеміз. Не бар? Али деп шақырмайды ғой, үйде еркелетті сені. Не бар? Бұл естіп қоя береді, сен ескеңізді айтады. Так, бәрінде X минус 1 бар. Қараң, үшеуінде де бар міне. Дұрыс па? Сөйт X минус 1 шығарып жіберемін де, қалған затлар жазып шығаман. Недан? 2B қалады, минус 3A, бұдан плюсы. Құлақларыңыз алтынысыға орта обязательно не болады екен? Көбейту болады. Түсіндіңіз па? Так, кейінгісі. Руслан не бар екеуінде де? Уже соображать етті яқшы. А минус Б, мынау А минус Б емес. Дұрыс па? Біздер бұны істеу үшін. Қараң, соны біліп алың. Егер минуста, мысал үшін қараң, нерге жазаманда, А плюс Б-ны, мен Б плюс А деп жаза берсем болады. Плюста без разница. Түсініңіз па? Если А минус Б дейді болсам, оны Б минус А деп жаза алмаймын. Оны жазу үшін алдына скоп шығарып минус қойым керек. Түсініңіз па? Демек, мысал үшін, X минус Y дегенде, рақат не қыл деп жазсам болады кен, мен Y минус X деп жазуым үшін алдына минус шығарамын. Демек, мына бірінші скобка кетеді, солайынша S, A минус B. Мынаны мен A минус B қылып жаза жақпан, алдына не шығарам істедік? Минус шығарсақ, мінер келіп көбейтіледі. Плюс пен минусты өтсем, минус болып кетеді. О минус қаяқтан пайда болғанын түсіндік қой? Енді болды. Біздердің жұмыс миссия орынланды. Екеуінде де A минус B бар. Демек, бұдан S, бұдан B. Түсінілді ма? Ал, әтібар береміз, N минус N, N минус N. Екеуінде де N минус M бар. Бірақ шығарып ала берейік, қорқпаймыз. N минус M шығарып жібердік. Бұдан не қалады? S қалады, деп қойын. Надан минус квадрат деген екеу деген. Біреу сыртқа кетсе,
біреу қалады міне. Скобкада қойың. Не үшін бұны скобкаға қойдым? Алдында минус. Енді соны минуспен ашаман, қараң. N минус M. Так, S минуспен ашып бер. Минус N плюс M. Түсінілді ма? Моғо жаңа. Әлидің айта алмайды оған. Так, S плюс 2, S плюс 2. Екеуінде не бар? S плюс 2-ні группалайман. Сонда кетеді 7 плюс. Бұған скоп қоймайман. Все плюс болса зиян жоқ, қорқпайман. Енді бірақ сүйеді бір майда шүйде жұмыс бар, істеп кетуіміз керек. Маған подарок қылып кетпең. 2. Мына екеу қосылады. 9 плюс S. Давам етеміз. S минус 2, 2 минус S. Еғылуым керек деген сөз? Аха, бірінші тұра берсін. 7, S минус 2. Сөйтіп, мына S минус 2 қылып не қыласыз? Минус қылып кетесілер. Сол ашық болады. Ай, сау бол. Қараң. Олан бір исключение жазбаймыз. X минус Y-дің квадраты болса, оны орналмасы Y минус X қылғын келетін болса, жаза бер. Рұқсат менен. Яғни, кішкентай кезімізде өттік қой. Дәреже жүп, чет не болса, ол минус ешқашан не қылмайды дедік? Шығармайды. Нечетный так болса минус шығарады дедік. Яғни жүп дәреже болса, ол яғни квадрат болса, обязательно 4, 8 болмайды өер. Квадрат болады болса. Квадрат болады болса, орны алмастыра береді екенсіз қалегенше. Ол минус не қылмайды? Шығармайды. Демек, бұл не отыра береді? Плюс. Екеуінде де не бар? S минус 2 бар. 7. Надан? Плюс болғанша скоп шарт емес. S минус 2-ің біреу қалмай ма? Біреу деген сөзі. S минус 2 тұра береді. Сөйтіп, мына екеу алынып кетеді дұрыс. 5 плюс S. Түсінікті ма? Ақырғы мысал, не бар екеуінде де? X плюс Y бар. X плюс Y шығарып жіберсем, не қалады? Қараң, қорқпай жаза берін қалған затты. 3, анау скобкіде. Ал бірақ тамақ ұсындай затларды көрсеңіз. И манадан екеу еді ғой. Біреу қалады, скобкіде жазбайман. Енді аполястырып шығам, сырттағысы тұра береді. Мынан көбейт шық, нанаған. 3x минус 3y. Плюс x плюс y. Енді қараң қызы жер. X плюс y дейді да. Сөйт 3x пен x-ті қосады. 4x. Мынан алсаң, минус 2y болады. Енді он дәлше істегенде ол не? Мына екеуінде неше бар? Екін сыртқа шығарып, нерге емес, нерге жазамыз да. Екін шығарып жібереміз. X плюс y. X-ті кетсе, мынау 2-ге бөлесің 2x. X кетсе минус y. Бір емес та. Түсінілді ма? Демек жазып аламыз. Демек, давам етеміз, есапларымыз. Бұл есаплар, бүгінгі есапларымыз бойынша, бүгінгі темамыз бойынша қолымызда 57 есап бар. Ләжі барынша көріп өтеміз солар. Қараймыз. Бірінші есап. Бұны скобкілерге жігілеу керек. Скобкіларды шығарып. Яғни біздерде бірінші ас заманда асы менен кім ұқсайды? Б-сы ұқсайды. Не үшін десе екеуінде не бар? С бар. Яғни бағанадай скобкалар таярлап алу үшін өздеріміз соны ручной таярлап аламыз бірінші. Яғни S шығарсам А минус Б. Енді екеуінде не бар өзіне өзі? Плюс Б бар деп сөйлесек. Б кетсе Б минус А. Уже қарасақ не болып тұрды? Екеуінде де А минус Б бар. Бірақ мына А минус Б-ға айландыру үшін алдына минус шығарып жібереміз. Дұрыс па? Орнамастырдық. Енді зато екеуінде не бар? А минус Б бар. Кетсе бұдан С, кетсе мұнадан Б. Бұл жауап. Түсінілді ма? Давам етеміз кейінгі есап, екінші есап. Надай есаплау керек. Бұлам созады. Бірінші скобка таяқ тұртты міне. 3x минус 4y. Енді мінеде сәл қиын болады сіздер. Неше бар неде? 2 бар. Қандай екінші қарайық желатын сыртқа? Минус екінші қарайық. Қараң, 2-ге бөліп жіберсем мынау не қалады? 3x бар, иә? Енді плюс деген минус көбейту минустан пайда болмай ма? Минус сыртқа біреу кетсе, іште не қалады деген сөз? Минус. И мына 2-ге бөлесіз 4y. Ямаса дым шустыры болса мынаған алып келуің керек қой, ләжі барынша. Түсінесіз ба? Ямаса көп адам ашықпен сөйтіп плюс дейді да. Плюс болса да бірақ екеуін шығара береді. Мұнау қарамайды да көп адам ашықпісіне не? Мұнау плюс, мұнау минус, ол екеу скобкадан сыртқа шыға алмайды ол кезде. Түсінесіз ба? Екіншіден не плюс болғаннан деп көйт көрген кезіңізде минус болып кету керек едіңдер. Түсінесіз ба? Ләжі барынша айтып отырмын, ағып келін. Сонда екеуіне 3x минус 4y-ді шығарып жіберсем, кетеді 2x минус 2. Түсіндік қоя? Кейінгі есап, міне. Және бір есап көреміз, болды, ізін басталатылармен давам етеміз. Демек, 2bx-та, міне, мұнан шығарайық дұрыс. Екеуінде не бар? X бар, сау бол. Сонда надан 2b плюс a. Енді мына өзіне екеу қалады ғой. Екеуінде де айтып берсек не бар? Минус бар. И 3 бар дұрыс. Минус 3 y бар.
Бағана айттық, 2 минустан минус сыртқа шығып кетсе, іштегінің бәрі плюс болады. 3 пен y кетсе не қалады? А, ал надан 2 b. Жазбаршы келеді. И плюста не емес? Орнамастыра берсек, зиян жоқ. Яғни то есть наны 2b плюс a деп жаза берсем не қылады? Зиян жоқ. 2b плюс a-ны шығарып жіберемін, сонда x минус 3. Кім түсінбей қалды? Так, дальше давам етеміз. Жақсы есаплардың бірі. Мынаны скобкілерге ажырату үшін сіздерге бір подсказка беремін. Қараң, 3 квадрат минус 4 квадратты жекілеген кезде 3 минус надай, надай емес пе? Енді біреулер өзінше кеше арсынып жатыр, біздерге надай кубик 3 қылып өтпе дейді. Біздерге АВ деп өт дейді. АВ деп контрольне алған кезде бірақ шығара алмай қалады. Так, мына қараң, яғни бұл жерде А плюс 7 тригоник болады, минус 64 деген 8-дің квадраты емес пе? Міне, мынау тригоник, мынау четыргоник болады да. Демек, бірінші қараң, бірінші мынаның квадраты кетпей ма міне? Назад қой енді. А плюс 7 минус неше? 8. Кейінгісі не болады? А плюс 7 плюс 8. Түсініңіз ба? Демек, мына екеуін алып жіберсем, А минус 1 болады, 7-тен 8. 7-ге 8 қоссам, А плюс 15. Бұған жоқ мынадай қалады. Түсінікті ма? Қайын түсінбедік? Басынан бастап түсіндіреміз. А плюс 7-дің квадраты минус 8-дің квадраты деп алдым. Квадрат мен формула. Квадратларын аптысадым минус, квадратларын аптысадым плюс. Квадратларын аптысадым минус, квадратларын аптысадым плюс. Мына екеуі целый бір санда жағымын. Тригониклар мынау. Мынау четыргониклар. Түсінік па? Кені есапладым бар жағы. Түсінік ма? Демек, давам етеміз 6-шы есапсыз, надай есаплау керек. Екеуінде де не бар? 7-ның өзі бар, и А-ның квадраты бар, и все. Дұрыс па? 7-ның А-ның квадраты кетіп қалды, не қалады? В квадрат минус 7-ге бөл. 4, А квадрат кетті, не қалады? С квадрат тең. Қарасақ, мұны және жайлады. Мұна 7А квадрат тұра беретті, мұны жайлады. В минус 2S, В плюс 2S бұл. Түсінікті ма нау? Түсінбей қалдыңыз ба мына деп жайған? Яғни, және сол формула. Мынадай не? Яғни В квадрат минус 2S-тің квадрат. Түсіндік па? Давам етеміз. 8-ші есап. Жаңа мына 6-ші есап түсінбей қалған, то есть 4-ші есап түсінбегілерге соның легкий варианты. Яғни, міне, тригоник минус четыргониктің квадраты. Қайт жайлады дедік? 3 минус надай. Дұрыс па? Біздерде тригоник кімі? Целый А плюс В да? Бірінші А плюс В тұрады. Кені минус кімі? С. Кені А плюс В плюс С. Тек сының алдында знак минус плюс болады. Түсінікті ма? Давам етеміз. 11-ші есап. Енді кітте қинайман. Енді соның кітте құрамалы бар. 16 деген 4-тің квадраты. 2S минус 1-дің квадраты емес пе? Қараң, бірінші квадрат тасып кетемен. 4 қо. Кені минус, мұна скобке жазаман. Кенен 4, ең не болады? Плюс. Бірақ мына қаусырманың ішіне знаклар өзгеріп кетпейді ешқашан. Біреулер қаусырманан өзгертіп отырды да ішлерін. Қаусырманың ішіндегі знакқа тәсір етпейді, тек алдындағысы минус плюс болды. Түсінікті ма? Енді соны есаплаймыз. Так, ашып жібер. 4 минус 2S плюс 1, 4 плюс 2S минус 1. Тең, 4-ке 1 доз. 5 минус 2S, 4-тен 1 дал, 3 плюс 2S. Түсініңіз ба? Бұл формуланың жақсы іске асатын жерлері бар мына формула. Тек А квадрат минус Б квадрат, А минус Б, А плюс Б деп жай бергенмен бесполезно. Так, дальше давам етеміз. 12-ші есап. Жүді зор есапларын. Егер бұны білмейін адам болса, квадратқа көтеріп, қосып есаплап шығады. Яқшы, одан болады, тез есаплауға болады. Бірақ мыналар 14 емес, 4 болса не қыласаң? Мынау 188 болса не қыласаң? Мысал үшін, бұның жолы, қараң, мына плюспенен, мынаның біреу, келем мынау менен, бірін-бірінен жазып шығаман да. Яғни 2-ның квадраты алу 1. Келем плюс неше? 6-ның квадраты алу. Не үшін алу болады сол? Сен мына минуспен ашылады ғой бәрі. Дұрыс па? Кейінгісі 10-ның квадраты, кейінше 9-ның квадраты. Ендігі де 13 болады. 14-дің квадраты алу 13-дің квадраты. Плюс 18-дің квадраты алу. Кім осын түсінбей қалды? Әме түсіндік па?
Минусларны түсінбеген себебі мыналарына қара. -1, -5-тің квадраты, -9-тың квадраты, -13-тің квадраты, -17-тің квадраты ашылмай ма минуспен? Енді түсіндің ба? Так, енді түсіндік ба? Так, дальше продолжаем. Енді мынаны формула жаймыз. 1-дің квадраты 1 емес пе бәрібір? Просто түсіну үшін квадрат қойдым. 2 - 1, 2 + 1 десем бола ма? Так, мынаны қайтып жазамын? 6 - 5, 6 + 5. Мынаны қайтып жазамын? 10 - 9, 10 + 9. Мынаны қайтып жазамын? Неде плюс бар? 14 - 13, 14 + 13. Ақырғысы 18 - 17, 18. Бұның пайдасы әмесінде бір скобкасы не болып баратыр? 2-ден 1-ді алсам не болады? Үлкен емес, 1 болады. 2-ге 1-ді қос? 3. Мына 1 болады, мына неше болады? 11. Мына 1 болады, мына неше болады? 19. Түсініп жатсыз ба? Так, мына неше болады? Анау неше болады? 27. Анау 35. Дұрыс па? Мынаны қоса аламыз ба? 30, 65, 95 па? Түсінікті ма? Үйді есат қосу шарт емес, оған жол жоқ. Кәдімгі мына екі, мына 5-ліктерді, мынау 30, 65, короче сондай. 16 неше сап, кейінге сабымыз. Мынаны не қылу керек деп қойды? Көбейтушілерге ажырату керек болғаны. Қараң, бұл жерде де созады. Білмесеңіз, Севара қайтып істейміз бұны? Әйгерім қайтып істейміз? Әзілерге де бұлан бірден подарок болып қалыпты, яқшы. Қараң, бұл жерде дым білмесеңіз, бұны деп көйт шығасыз. Фук деп не? Бірақ өйтпейміз да, аңсат жолы бар. Яғни қараң, А квадрат плюс А плюс 1-ді деп скобке қойым. Бір сан деп ойлаймын. Ал, көбейту. А квадрат, мына екіні мүйіз сыққа шығарып жіберемін да, іштен бәрі не болып қалады? Енді көзделсе ыссы көрінді ма? 3 мүйішлік плюс 4 мүйішлік, 3 мүйішлік минус 4 мүйішлік. Дұрыс па? Мен жазайын. 3 мүйішлік плюс 4 мүйішлік, 3 мүйішлік минус 4 мүйішлік. Жетті ма? Көйткен кезде А квадраттың квадраты кенен минус А плюс 1-дің квадраты. Кенен А4 емес пе? Так, мынау не болады? Көбейтілсе. Дәреже мен дәреже көбейтіледі. А4 минус, мұнан өзін жазамыз. А плюс 1-дің квадраты минус А4. А4 не болады? Зік-зік болады. Минус А плюс 1-дің квадраты. Өтеті жоқ. Түсінікті ма? Жазып аламыз. Давам етеміз. 21-ші есап. А тең надай, Б тең надай болса, мынаны есаплан дейді. Қараң, Аның орнына 12-де 7, Б-ның орнына минус 2-де 7 қойып есапласаңыз, бұл не болып кетеді? Қиынлау болады бұл жерде. Соның үшін бұны аполястырып алған жақсылау дұрыс. Яғни мына екеуінде не бар? Аның квадратын шығарып жіберіп. Сонда не қалады? А плюс Б. Ал мына екеуінде 2 минуста минус сыртқа шығарса, минус Б квадрат шығарам. А плюс Б. 2 минуста минус кетсе іштен бәрі плюс. Ямасам мынаған келу керек дедім ғой, Айза. А плюс Б-ны шығарып жібереміз. А квадрат минус Б квадрат. Дәл шығарам, асықпаң сол жерде не? А плюс Аны оны сразу қойып кетейінші, неге тең? 12,7. Б дегенің? Минус 2,7. Енді қайттай қолдан еді? А минус Б, А плюс Б. Так, мынау неше болады? 10 болады, е? Аға нешен қойып өдім жа? 12-де 7, Б-ға 2-де 7. Сөзіна плюс болмай ма? Так, енді нере қой? 12-де 7, минус 2-де 7. Тең 10 көбейту мынау неше? 15-те 4 көбейту мынау 10. Ол 1/4 0 болады. 1540. Мынаны көйтсем 1/4 болады, 10-ды көйтсем біздің мынадай болады. Түсінікті ма? Так, давам етеміз. 23-ші есап, зор есап. А 40-ты 15 мәрте көйтсең, Б 25-ті 15 мәрте көйт, 15-ті 15 мәрте көйт қосса, қайсысы үлкен болады? Қайсысы үлкен? Жіберің. Осы айта бересіз ғой, анау мынау деп айта бересіз ғой. Бір затта текарламайтын да, қайсысы үлкен? Мысалы 3 үлкен ба, 4 үлкен ба дегендей сұрап отырыпты болған. Мысалы үшін Мейірбек берді тең ғой дейді. Тең деген жауабым бар дұрыс жауапларда. Мына екеуін қосты да 40 қылды болды. Мысалы саған сұрауда Мейірбек, 2-ның квадраты менен 3-тің квадратын қоссаң, 5-тің квадратын болады деп атсаң да, енді сол есаплап көрейік. 5-тің квадраты неше болады? 2-ның квадраты неше? 4, 9, неше? 13. Қалдай тең болады екен ол?
Өйтіп қоса бермесе қосады дегенге. Мына екеуін қосып жіберді осы сұлу қылып. 5-тің 15-ін шығарып жібереміз ба? Скобкадан. Яғни қараң, бұл жерде мынадай түсінік бар. Біздерде мынады қараң. Мен А дегенде 40 дегенде бар ғой. 25 қосу 15. Мейірбектің басы мына жаққа жетпей қалды да. Мынадай қыламын да. Бола ма? Енді бізде 15-ші дәреже емес, мынаны үйретейін елге. 25 плюс 15 дегенде квадратқа жайып көрейік. Квадратқа жайып үйрендік қой. 25-тің квадраты 2 көбейту 25 көбейту 15, келе 15-тің квадрат. Егер мыналар квадрат болған тағдырда де екеуінде де не болады? Міне бар. Мынау не? Лишний үстіндегісі болады. Мысалдан 15-ші дәреже жайған кезде 25-тің 15 дәрежесі плюс бұжыр неледі болады? Келе 15-тің 15 дәрежесі болады да, мына екеуі бар емес пе бәрі? Ортада біздерде неді бонус бар емес пе? Кім үлкен екен? Ол кім үлкен екен? А бұдан үлкен болады. Сөйтіп 40 дегенде мынадай жайдық. Сөйтіп орталардың мынадай затлары бар оның ішінде. Ана тек мына екі шетін беріп тұтты міне тек қана. Түсіндіңіз ба, түсінбедіңіз ба? Болған. Мейірбек сәл ал жасады. 24-ші хесап кейінгі хесап. 2016 көбейту надай. Калькуляторда басамыз ба? Бұл жерде калькулятор жоқ қой енді біздерде, дұрыс па? Яғни бұны істеу үшін не қыламыз? Қайтып аламыз? Нағараң, бұл жерде нешінші хесап еді? 24-ші хесап. 24-ші хесапларда кітті жауапларға да қарасаңыз, біздер поддержка береді. Мына 2016 дегенде 2017 алып бір десем бола ма? 2016 болады бәрібір. Сөйтіп мына 2017 тұра береді. Сөйтіп мына 2018 дегенде 2017 қосып бір десем бола ма? Және бір бар, е? Түсінікті ма? Так, енді мен бұны есаплаймын. Яғни бірінші мынаған көйтемін. Мынаған. Келен мынаған көйтемін. Бірінші мынаған көйткен кезде 2017 тұра береді, мына сырттағысы. Мына екеуі не болады? Формуламай ма? 2017-нің квадраты минус 1 май ма? Ізінде мынаған көйт. Плюс бірді мынаған көйтсең 2017 минус 1. Сөйлі кім түсінбей қалды. Мынаған көйт атқан кезде мына скобкасы көбейтілді, мына сыртта тұртты міне. Сөйтіп мынаған көйттік бірге өйтсек өзі ғой. Енді мынаны қайттен көйт шығамыз мынаған деп. Номинал малдыс 2017-нің көбі болады. Номинал көйтсек минус 2017 плюс 2017 плюс, то есть минус 1 тең мына екеуі қысқарып кетемен дейді. Сонда 2017-нің көбі минус 1. Жауап осылай тұрыпты да. Түсіндіңіз ба? Жауап осылай. Жауапларды келең 2017-лер араласады. Бізде қаяқтан білеміз десе 2017-ге әкеп отқан. Сол жауапларға кітте қарасаңыз, нәзір салсаңыз, содан орылайсыз. Так, давам етеміз. 25-ші хесап. X квадрат алу 16x надай болса, x плюс y тау дейді. Жүре ансат сораулардың бірі. Қараң, біздер бәрін бермен қарай өткіземіз. X квадрат, минус y квадрат дейін дұрыс. Минус 16x, бермен қарай, плюс 16. Тең не қалады? Әмесін бермен қарай өткізгеннен ар жақта 0 қалады. Енді мұнан жаңа үйреніп отқан формамыз x минус y, x плюс y. Мына екеуіне минус 16-ын шығарып жібер. Сонда x плюстан минус кетсе іште минус қалады. Ямаса көйт көр, минус 16 плюс болу керек та. Екеуінде де не бар? X минус y жіктей жібереміз. Сонда мынадан x плюс y, мынадан минус 16. Тең 0. Сөйт тең 0 болса, әр бір көбейту үшін 0-ге теңеу болады. Яғни әр бір скобканы сілерінтінісі. X минус y тең 0, x плюс y минус 16 тең 0. Түсінікті ма? Демек, мынадан x плюс y тең неше шығады? Минус 16 яққа қарай? Плюс 16. Мына не важно? X плюс y неге тең екен? Сұрап тұрған нәрсесі? 16, жауап 16 болады. Түсініңіз ба? Ресіз шығады. Давам етеміз. 28-ші хесап. Мына скобкілерге ажырату керек. Бағанағын түсінбей қалғандар және бір сілерге шығамыз. Мына бір тұра береді да, мына үшеуі маған көзіме ысып тұрды, үшеуінен минус сыртқа шығарып жіберемін. Сонда x квадрат минустан минус сыртқа кетсе іштен бәрі плюс 2xy плюс y квадрат май ма? Енді ол маған нені береді мынау тұрған жерінде? X плюс y-тің енді мынаны жай жібереміз. Яғни бағана бірдің квадрат бір емес пе? 1 минус x плюс y 1 плюс болады енді. Скобканың іші бірақ не қылмайды? Өзгермей. Енді скобканы ашып жібер. 1 минус x минус y 1 плюс x плюс y. Я жоқ мынадай, я мынадай. Ақырғы есамыз бүгінгі темаға ең кульминацион точкасы десем болады. Ең зор есаплардың бірі. Мынаны
көбейтушілер жікілеу керек. Бұл вариантта бар. Жүді аңсат болып шығады бұл. Яғни, сіздер біріншіден көрген кезде Руслан айтып отыр, бірден айтады кубқа жайым. Жай аласың ба кубқа? Жай аласың. Одан кейін нанам жаясың. Одан кейін нанам жаясың. Кейін бәрін скоп болу керек та. Яғни, не қылады? Яғни бұл жерде ол зат қиынлау болып келеді. Яғни сіздерге аңсат жолын үйретеміз. Бұл ысбатланған жол. Сіздерден бір где-то 20 жыл бұрын таярланған ағаларыңыз ойлап тауып кеткен жол бұл. 20 жыл бұрын таярлық тағыларың. Яғни менің кішкентай бала едім бұл кезде. Яғни бұл жерде әмесін солайынша скобкілерін көшіріп шығамыз. Ортасы көбейту. Скобкілерді өзгертпеген қалды. Бола ма? Солайынша көшірдік. Қолымыздан келеді ғой. Сөйтіп алдына 3 қоямыз. 3 дәреже болған үшін. Куб болған үшін. 3 дәреже болғанда 3 ағза болған үшін деген емес. 3 куб болған үшін. И куб сол 3-тің алдын знагы плюс болады я минус боладыны мына скобканың алдына белгілеп көбейтіп шығамыз. Белгісі плюс, минус, минус. Көбейтсек не болады? Минус пен минусты өтсек не болады? Демек неде плюстен белгі не қылмайды? Мынау жауап. Болған? Аңсат жолы. Көрдіңіз ба? Ысбатланған жол. Егер міне плюс болып кеткен жағдайда, бұл кезде номина көбейтілсе, минус деп нері минус түсіреді. Сіздерге әзір заманда бұны тест хитрый қылып береді. Сіздер мына жауап таба алмай отырған болуыңыз мүмкін жауапларды. Іздеп не? Яқ, до конца шығару емес. Жауап енді жауаптан істеп беріп қойды да, яғни деп қояды. Минус 3, 2y минус 3z, сөйтіп x минус 3z дейді, сөйтіп x минус 2y дей жібереді. Мынаның орын алмастырып, алдым еш шығар жіберді. Мынауым дұрыс. Егер сіздер мынаны тауып алмай отырсаңыз, есап қате деп нәулдәлді шақырып өзіңізше жытылып отыр ма? Оны жасырып беріп қойған болуы мүмкін да. Ямаса ортадағы скобканы айландырып жіберіп шығарған болуы мүмкін. Я бірінші скобканы айландырса сіздер бірінші скобка нәзер сразу өлетті адам, соң үшін ақырғы скобкалерді істейді желательно олар. Түсініңіз ба? Елі көресіз, бұл есаплардың бәрі бар, вариантта бар алдыңызда. Әзір бірінші басқыш болған үшін, екінші басқышты және қайтылаймыз, үшінші басқышты және қайтылаймыз, одан кейін пісес құда қалайсыз. Түсінікті ма? Сұраулар жоқ болса көшіріп аламыз, бүгін сағамыз сонымен жұмақланады.